Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қолөнер арнасы бүгін сіздерге көбілеріңіздің сұрауы бойынша сөмке тоққанда осы екі ортасын қоса алмай жатасыздар. Сөмке тоқылу видеосында көрсетілген болса да, кейбіреулеріңіз соны түсінбей жатасыздар. Бүгін сіздерге соны арнайы видео етіп түсіргенді жөн көрдім. Видеоны соңына дейін қарап, мұқият тыңдап отырыңыздар. Енді бастаймыз. Осылай екі жағында тоқып алған соң, лескамызды аламыздағы осында екі жақ лескамызға бір-бірден моншақ саламыз. Моншағымызды салып болған соң, бір жақ лескамызды аламыз да, тұрған жоғары жақтағы моншақтан өткіземіз. Енді сөмкемізді былай қарай аударамыз. Жаңағы шыққан лескамызды моншақ тұрған лесканың үстіне қойып, моншақ тұрған лесканы қайтадан кері қарай моншаққа қарай өткіземіз. Сонда бізде крючок пайда болады. Ол крючок біздің сөмкеміздің моншақтарын жылжытпай қатты ұстап тұратын болады. Енді осы крючокты моншақтың ортасына қарай кіргізіп жібереміз. Қатты тартып жұмыс жасаңыздар. Бос тоқысаңыздар, сөмкелеріңіз бос болып қалады. Мінекей, біздің үстіңгі қабатымыз осылай тоқылды. Енді жәнін тоқимыз. Жәнін тоқу үшін екі лескамызды астыңғы екі моншақтан өткіземіз. Өткізген соң, енді осында бір жақ лескамызға бір моншақ өткіземіз. Бұны да крючок жасап бекітеміз. Астыңғы бөлігінде дәл осылай астыңғы тұрған екі моншақтан өткіземіз екі жақ лескамызды. Бұл жерге де бір моншақ өткіземіз. Крючок жасап, бұл жерді де бекітеміз. Жаңағы астыңғы шыққан лескамызды мына үстіндегі лесканың үстіне қойып, жаңағы моншақ тұрған лесканы кері қарай өткізіп, крючок жасаймыз. Мінекей, аяқтап қалдық. Енді екі шетінде тұрған лескаға екі жақ лескамызды өткіземіз. Енді ортада тұрған моншақтан өткіземіз. Ар жақтағы лесканы іліп алып, жаңағы шыққан лескамызды кері қарай өткізіп, моншаққа крючок жасаймыз. Енді әрі қарай дәл осылай 2-3 мәрте қайталап, артық жібімізді кесіп тастасаңыздар болады.
Мінекей достар, көбілеріңіздің түсінбейтін жерлеріңіз осы, ешқандай да қиын емес. Қарап тұрсаңыздар, дәл осылай жасап сөмкелеріңізді бекітсеңіздер болады.